Сіз өзіңіздің кім екеніңізді білесіз бе? Өзіңізді тани алдыңыз ба? Қаншама танымдық ақпараттармен психолог, энергопрактик, кармолог, нумеролог, астрологтарға жүгіндіңіз, тыңдадыңыз. Бірақ сіз өзіңіздің кім екеніңізді біле аласыз ба? Қазіргі жай-күйіңіз қандай? Тұрақты ма? Тынышсыз ба? Дәл қазір өзіңізге мен кіммін? Осы сұрақты қойып көріңізші. Сіз өзіңізді қазіргі уақытша емденіп отқан денемін деп ойлауыңыз мүмкін. Сіз тіпті дене емессіз, сіз тән емессіз. Сіз тіпті өз ақылыңыз да, ойыңыз да емессіз. Сіз әртүрлі ситуацияларға жауап беретін эмоция да емессіз. Олар барлығы өтпелі. Сіз олардан да биіксіз. Ең бірінші, өз миыңыздағы ойларды тоқтатыңыз. Өйткені сіз келіп кетіп жатқан ой емессіз. Ойдың тұтқыны болмаңыз. Бастағы ойлардан құтылсаңыз, сіз толық еркіндікке, тыныштыққа қол жеткізесіз. Мысалы, қандай да бір ой келгенде, мейлі жақсы, мейлі ұнамсыз, оған мән бермеңіз. Тек қана бақылап қана қойыңыз. Бақылаңыз. Ол ой қайдан келді? Және қайда кетті? Ол ойды жасап тұрған кім? Бұл ойларды сезініп, көріп тұрған кім? Тек қана бақылаңыз. Мінеки нағыз ішкі өзіңізді табуға көмек ететін құрал. Сіз тән емессіз. Сіз ой емессіз. Сіз тіпті эмоция да емессіз. Өзіңізді табыңыз. Өзіңіздің кім екеніңізді білсеңіз, міне өмірдегі ең ғажап осы. Өмірге келгендегі мақсатымыз да осы. Өзіңізді бақылаңыз. Өзіңізді таныңыз.